Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі сабақта біз екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін құру арқылы шығарылатын есептерге тоқталамыз. Бірінші, оқушы 40 есепті шығару керек еді. Әр дұрыс шығарған есебі үшін 9 ұпай беріліп, шығара алмаған әр есебі үшін 3 ұпайдан кемітіліп отырды. Нәтижесінде ол ешқандай ұпай жинамады. Оқушы қанша есеп шығарды? Енді есепті шығару үшін біз алдымен айнымалылар арқылы белгілеп алайық. Дұрыс шығарғандарының санын x деп алайық, қате шығарғандарының санын y деп алайық. Енді біз осы екеуін қосатын болсақ, яғни мына жердегі барлық 40 есептің санын береді. Одан кейін бізде айтады, әр дұрыс шығарғаны үшін 9 ұпай алады. Яғни есепті дұрыс шығару арқылы жинаған ұпайларын табу үшін біз x-ті 9-ға көбейтуіміз керек. Одан кейін әр шығара алмаған есебі үшін 3 ұпайдан кемітіліп отырады екен. Олай болатын болса, оның кемітілген ұпайларының санын табу үшін біз 3-ке y-ті көбейтуіміз керек. Енді біз осының нәтижесінде қанша ұпай алғандығын анықтау үшін біз екеуін бір-бірінен азайтамыз. Сол кезде ешқандай ұпай жинамады дейді. Ешқандай ұпай жинамаса, яғни 0 болды деген мағына береді. Міне бізде осындай теңдеулер жүйесі пайда болды. Осыны шешетін болсақ, біздің есебіміздің жауабы шығады. Енді бұл жерде біз алмастыру әдісін қолданамыз. Бірінші теңдеуден x-тің мәнін тауып алайық. Ол кезде x тең болады 40. Мына жердегі қосу y-іміз келесі жаққа минус y болып барады. Осыны біз мына x-тің орнына алып кеп қоямыз. Сонда 9-ды жазамыз. x-тің орнына 40 минус y-ті қоямыз. Азайтылған 3y тең 0. Бізде бір айнымалысы бар теңдеу пайда болды. Бұны ары қарай шешу үшін жақшаны ашамыз. 9-ға 40-ты көбейтсек 360, азайтылған 9y, азайтылған 3y тең 0. Енді 9y минус 3y болып тұр, екеуін қосылып алдына минус таңбасы қойылады. Сол кезде минус 12y болады. Ол тең болады 360 келесі жаққа минус 360 болып барады. Бұдан y-ті мәнін табуымыз үшін минус 360-ты минус 12-ке бөлеміз. Сол кезде нәтижесі 30 шығады. Яғни бұл бізде шығара алмаған есептердің саны 30 болып шықты. Енді шығарғандарының санын табу үшін мына жердегі біз y-тің орнына 30-ды қоямыз. Яғни 40 азайтылған 30 болады. Сонда нәтижесі 10. Бұл бізде дұрыс шығарған есептерінің саны. Сонда жауабы Е нұсқасы. Екінші, бақта тауықтар мен қояндар тұрады. Барлық жануарлардың бастарының саны 50-ге тең, ал аяқтарының саны 160. Бақта қанша тауық бар? Енді есеп шығару үшін біз тауықтардың санын x деп алайық, қояндардың санын y деп алайық. Енді осы бойынша теңдеулер жүйесін құру үшін біз x-ға y-ті қосамыз, яғни тауықтар санына қояндар санын қосамыз. Сонда бізде мына 50-ді береді, яғни барлығын 50 шығады. Енді бізде тауықта 2 аяқ болады. Тауықтардың аяғының санын табу үшін 2-ге x-ті көбейтеміз. Одан кейін қояндардың аяқтарының санын табу үшін біз 4-ке y-ті көбейтеміз. Себебі қоянда 4 аяқ болады. Осыларды қосатын болсақ, бізде мына жердегі жалпы аяқтарының саны 160 шығады. Осыны жазып аламыз. Міне осы теңдеулер жүйесін шешетін болсақ, біздің есебіміздің жауабы шығады. Бұны да алмастыру әдісін қолданып шығарайық. X тең болады 50 азайтылған y болады. Енді x-тің орнына сәйкесінше алып кеп қоямыз. Сонда 2 көбейтілген x-тің орнына 50 минус y қойылады. Қосылған 4y тең 160. Енді жақшаны ашатын болсақ, 100 азайтылған 2y қосылған 4y тең 160 болады. Енді бізде мына екеуі ұқсас, бұл жерде азайтылып үлкеннің таңбасы қойылады. Сонда 2y шығады. Тең болады 160. Мына 100-іміз келесі жаққа азайту болып барады. Сонда 2y тең болады 60-ға. y-тің мәнін табу үшін 60-ты 2-ке бөлеміз, 30 шығады. Бұл біздегі y деп отырғанымыз қояндардың саны. Тауықтардың санын табу үшін біз мына жерге алып кеп y-тің мәнін қоямыз. Сонда 50 азайтылған 30 болады, нәтижесі 20 шығады. Яғни бақта 20 қоян бар екен. Үшінші, дым білмес бірінші рет санағанда сыныптағы қыздардың мұрындарын
және ұлдардың құлақтарын санағанда барлығы 40 болды. Тым білмес екінші рет ұлдардың мұрындарын және қыздардың құлақтарын санағанда барлығы 38 болды. Сыныпта неше қыз бар? Енді есепті шығару үшін алдымен былай істейік. Бізде жалпы қыздардың саны белгісіз, соны x деп алайық. Одан кейін ұлдардың саны ол да белгісіз, оны y деп алайық. Енді дым білмес бірінші рет санағанда дейді, қыздардың мұрындарын дейді. Адамда бірақ мұрын болады. Олай болатын болса, біз қыздардың санын жазсақ, ол бізде жалпы мұрындарының санын да береді. Одан кейін ұлдардың құлақтарын санағанда әр адамда 2 құлақ болады. Ұлдардың санын біз 2-ге көбейтетін болсақ, жалпы құлақтарын анықтауға болады. Енді осы екеуін қосатын болсақ, бізде барлығы 40 болды дейді. Соны жазып қоямыз. Одан кейін дым білмес екінші рет ұлдардың мұрындарын дейді. Бізде бір мұрыннан болғандықтан ұлдардың санын жазамыз, қосамыз, қыздардың құлақтары дейді. Яғни 2 көбейтілген x деп аламыз. Нәтижесінде 38 болған екен. Енді бізде мынадай теңдеулер жүйесі пайда болды. Енді осыны шешу керек. Бұл жерде де алдындағыдай алмастыру әдісін қолданайық. Алдымен x-ің мәнін тауып аламыз. Ол бізде 40 азайтылған 2y болады. Енді y-ті жазамыз, қосылған 2 көбейтілген x-тің орнына 40 азайтылған 2y жазылады. Тең 38. Y-ті жазамыз, қосылған 80 азайтылған 4y тең 38. Енді мына екеуі бізде ұқсас. Ол жерде нәтиже минус 3y болады, тең 38. Мына плюс 80-іміз келесі жаққа минус 80 болып барады. Сонда бізде минус 3y-іміз тең болады минус 42-ге. Бұдан y-тің мәнін табу үшін минус 42-ні мына минус 3-ге бөлеміз. Сол кезде бізде 14 шығады. Y деп отқанымыз ол бізде ұлдардың саны. Енді қыздардың санын сұрап тұр. Қыздардың санын табу үшін мына теңдіктегі y-тің орнына 14-ті қоямыз. Яғни 40 азайтылған 2 көбейтілген 14 болады. 28, 40-тан 28 алатын болсақ 12 шығады. Яғни қыздардың саны 12. Төртінші. Бірдей заттармен толық толтырылған жәшіктің салмағы 36,4 кг. Ал жартылай толтырылған жәшіктің салмағы 19,6 кг. Бос жәшіктің салмағын табыңыз. Енді есептің берілгеніне тоқталсақ, бізде бір жәшік бар дейді, бірінші шартын айтады. Осы жәшіктің ішіне заттар толтырылған екен. Енді бұл жерде біз жәшіктің салмағын x деп алайық. Ішінде зат тола болатын болса, сол тола заттың салмағын y деп алайық. Осы екеуі арқылы теңдеулер жүйесін құруымыз керек. Енді біз айтады, бірдей заттармен толтырылған жәшіктің салмағы 36,4, яғни x қосылған y, яғни жәшіктің салмағын және ішіндегі затты қосатын болса, оның массасы 36,4 кг шығады екен. Одан кейін жартылай толтырылған дейді. Жартылай толтырылатын болса, бәрібір ол жерде жәшік тұрады ғой. Сондықтан жәшіктің салмағын жазамыз. Сосын ішіндегі зат жартылай, яғни y-тің жартысы деген сөз. Y-тің жартысы дегеніміз 0,5 y-тегі мағына береді. Болмаса 2-ден 1 y. Осы екеуін қосқан кезде нәтижесі 39,6 кг шыққан екен. Міне бізде осындай жүйе пайда болды. Енді осы жүйені шешу керек. Бұл жерде бірінші теңдеудің x-тің мәнін тауып алатын болсақ, 36,4 азайтылған y болады. Енді осыны екіншісіне алып келіп қоямыз. 36,4 азайтылған y, x-тің орнына алып келіп қойдық. Енді біз мынаны жазамыз. Қосылған 0,5 y тең 19,6. Енді бізде мына екеуі ұқсас болып тұр. Ол жерде минус 0,5 y шығады. Тең болады 19,6. Мынау минус 36,4 келесі жаққа азайту болып келеді. Минус 0,5 y-ті жазамыз. Мына екеуі азайтылып, минус таңбасы қойылады. Бұл жерде анадан алатын болсақ 17, 16,8 болады екен. Ары қарай y-тің мәнін табу үшін минус 16,8, y-тің мәнін табу үшін минус 16,8-ді 0,5-ге бөлеміз. Минус 16,8 бөлінген минус 0,5. Біз осы бөліндінің мәнін есептейтін болсақ, 33,6 шығады. Яғни біздегі y деп отқанымыз ішіндегі заттың салмағы жәшіктің. Жәшіктің ішіндегі заттың салмағы 33,6 екен. Соны біз мына жерге алып келіп қоямыз. Сонда 36,4 азайтылған
33,6. Бұл айырманың мәнін есептейтін болсақ, 2,8 шығады. Яғни жәшіктің салмағы 2,8 килограмм екен. Бесінші. Турбазадағы үйлер мен шатырлардың жалпы саны 20. Әр үйде 4 адам, ал әр шатырда 2 адам тұрады. Турбазада барлығы 60 адам демалып жатқандығы белгілі болса, онда қанша үй және қанша шатыр бар екенін табыңыз. Енді бұны да біз екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесін құру арқылы шығаруға болады. Сонымен қатар бұл жерде тағы оңай әдіс нұсқалар бойынша тексеруге болады. Бұл жерде бірден біз дұрыс жауабын А нұсқасына тоқталайық. Бізде бұл жерде 10 үй болады. 10 үйде 4 адамнан бар. Сондықтан біз 10-ды 4-ке көбейтеміз, оған қосамыз, 10 шатыр бар. 10 шатырда 2 адамнан бар. Сондықтан 10-ды 2-ке көбейтеміз. Сонда бізде 40 қосылған 20 шығады. Тең 60. Яғни барлығы 60 адам шығып тұр. 6. Шеберхана белгілі бір мерзім ішінде 5400 жұп аяқ киім шығару керек. Күніне 30 жұп аяқ киім артық шығарып отырып, тапсырысты мерзімінен 9 күн бұрын орындады. Тапсырма неше күнде орындалған анықтаңыз. Енді бұл есепте бізде айтады, шеберхана белгілі бір мерзім ішінде 5400 жұп аяқ киім шығару керек. Олай болатын болса, оған күндік бір тапсырма берілген. Күніне мысал үшін қанша өнім өндіру керегін білмейміз, біз сондықтан оны X деп аламыз. Оған кететін күнді де білмейміз, оны Т деп аламыз. Егер екеуін көбейтетін болсақ, бізде сол 5400 жұп аяқ киім шығу керек. Енді одан кейін айтады, күніне 30 жұп аяқ киім артық шығарып отырса дейді. Яғни ол өзіне берілген нормадан 30 жұп аяқ киім артық шығаратын болса, біз оны былай жазуға болады. X қосылған 30 түрінде жазуға болады. Одан кейін тапсырысты мерзімінен 9 күн бұрын орындады. Яғни осының нәтижесінде 9 күн ерте орындаған. Яғни мына Т-дан 9 күнге ерте, сондықтан біз оны Т азайтылған 9 түрінде жазамыз. Енді біз осы екеуін көбейтетін болсақ, сол бәрібір 5400 жұп аяқ киімді жасап шығарған. Міне бізде осындай жүйе пайда болады. Осы жүйені шешетін болсақ, біздің есебіміздің жауабы шығады. Бұл жерде есепті біз шығару үшін дұрыс жауаптарды таңдау әдісін қолданған тиімді болады. Әйтпесе мынаны шығару біраз уақыт алады. Енді бұл жерде біз бірден дұрыс жауабына тоқталайық, ол бізде 36 күн болады. Себебі мына жерде тапсырма неше күнде орындалған анықтаңыз дейді. Бізде орындалған күні мына аралық, яғни Т-9. Т-9 тең 36 дегенді таңдап аламыз. Сонда осы жерге біз 36 санын қоятын болсақ, біз мына X қосылған 30-дың мәнін табу үшін 5400-ді біз 36-ға бөлеміз. Сонда X қосылған 30-ымыз тең болады 5400 бөлінген 36 болады. Бұның нәтижесі 150-ге тең болады. Бұдан X-тің мәнін табатын болсақ, мынау 30 келесі жаққа азайту болып барады, X-тің мәні 120 болады. Ал мына жерден Т-ның мәнін табатын болсақ, -9-ымыз келесі жаққа қосу болады, 45 болады. Сонда біз Т-ның мәнін таптық және X-тің мәнін таптық. Енді осы екі табылған мән сәйкесінше мына екі орынға қойылған кезде 5400 шығу керек. X-тің орнына 120, Т-ның орнына 45-ті қойып екеуін көбейтетін болсақ, осы 5400 шығады. Сондықтан дұрысы осы В нұсқасы болады. Басқаларын қойып тексеретін болсақ, қате шығады. 7. Даниял қағаздан 5 бұрышты және 7 бұрышты фигураларды кесіп алды. Кесіп алынған фигуралардың төбелерінің қосындысы 43 болды. Осы фигуралардың қаншасы 5 бұрыш? Есепті шығару үшін біз былай істейік. 5 бұрышты бізде фигуралар бар, олардың санын X деп алайық. 7 бұрыштардың санын Y деп алайық. Енді жалпы 5 бұрышты фигуралардың төбелерінің санын табу үшін біз 5-ті сол X-қа көбейтуіміз керек. Ал 7 бұрышты фигуралардың төбелерінің санын табу үшін біз 7-ні Y-ке көбейтуіміз керек. Енді осы екеуін қосқан кезде бізде нәтижесі 43 болған екен. Тең 43 деп аламыз. Бізде теңдеуіміз осылай құрылады. Бұны біз шеше алмаймыз. Тек қана дұрыс жауаптарды орнына қою әдісі арқылы ғана шеше аламыз. Енді бірінші А нұсқасын таңдап көрейік. Біз мына X-тің орнына алып кеп мына 5-ті қоямыз. Себебі бізде сұрап отқаны 5 бұрыштың саны. 5 бұрышты біз X деп алғанбыз.
Сонда 5 көбейтілген 5 қосылған 7y тең 43. Мынау бізде 25-ті береді. Сонда 7y тең болады 43 минус 25 болады. Бұдан y-тің мәнін табу үшін екеуінің айырмасы бізде 18-ге тең, соны 7-ге бөлуіміз керек. 18 7-ге бөлінбейді. Сондықтан бізде бұл дұрыс емес деген жауапқа қорытынды келеміз. Енді в-сына тоқталайық, екінші деп қойып, бізде бесбұрыштардың санын 6 деп алайық. Олай болатын болса, x-тің орнына 6-ны қоямыз. 5 көбейтілген 6 қосылған 7y тең 43. Мынау 30-ды береді. 7y-ті жазамыз. 43-тен 30-ды алатын болсақ, бізде 13 болады. Бұл жерде 13 тағы да 7-ге бөлінбейді. Бұл да жарамайды екен. Енді біз 4-ті қоятын болсақ, бізде ол да жарамайды. 3-ті қоятын болсақ, осы келу керек қазір. Д нұсқасын алайық. Бізде С нұсқасы екен, бұл жерде 3 дегеніміз. Жазамыз 5 көбейтілген 3 қосылған 7y тең 43. 7y-ті жазамыз. 43-тен 15 азайтылады, нәтижесі 28 шығады. Y-тің мәнін табу үшін 28-ді 7-ге бөлеміз. Сонда y-тің мәні 4-ке тең болады. Олай болатын болса, бізде дұрыс нұсқасы осы болады. 8-ші. Үй мен мектептің арасы 1050 метр. Ағасының адымы інісінің адымынан 20 сантиметр артық болғандықтан, ол үйден мектепке дейін інісінен 600 адым кем аттайды. Інісі мектепке дейін неше адым аттайтын анықтаңыз. Есепті шығару үшін біз былай істейік. Алдымен інісіне тоқталайық. Інісі мектепке дейін бізге неше адым аттайтындығы керек болып тұр. Енді былай аламыз. Інісінің адымының ұзындығын біз x деп аламыз. Ал адымдарының санын y деп алайық. Егер біз осы екеуін көбейтетін болсақ, сонда біз 1050 метр шығу керек. Яғни мектепке жету керек осының нәтижесінде. Енді бұл жерде бізге айтады, ағасының адымы інісінің адымынан 20 сантиметр артық. Біз 20 сантиметрді метрге айналдыратын болсақ, 0,2 метр шығады. Олай болатын болса, ағасының адымы інісінің адымынан 0,2 метрді қосқанға тең болады. Одан кейін, ол үйде мектепке дейін інісінен дейді 600 адым кем аттайды. Яғни y-тен 600-ге аз болады. Ағасының адымының санын осылай жазамыз. Енді бұл осы екеуін көбейтетін болсақ, ол да мектепке баратын болғандықтан, ол да 1050 метр жол жүреді. Міне бізге осы теңдеулер жүйесін шешетін болсақ, есебіміздің жауабын табуға болады. Енді бұл жерде бізге бұл теңдеулер жүйесін шешкеннен гөрі дұрыс жауапты таңдау әдісін қолданған тиімді болады. Бірден дұрыс жауабына тоқталайық, ол бізде мынау в нұсқасы болады. Мынау 2100 деп отырғанымыз інісінің адымының саны. Яғни x-тің мәні бізде белгісіз деп аламыз да, y-тің орнына 2100-ді қоямыз. 2100-ді қойған кезде ол келесі жаққа бөлу болып бару керек. Сонда 1050 метрді 2100-ге бөлеміз. Нәтижесінде 0,5 шығады. Яғни 0,5 метр. Інісінің адымы осындай болып шығады. Енді біз осы табылған 2100 бен өзіміз таңдап алған 0,5 метрді сәйкесінше x пен y-тердің орнына қойған кезде осы екінші теңдеудегі теңдік те орындалу керек. X-тің орнына біз 0,5-ті қоямыз, оған 0,2 қосылған кезде 0,7 болады. Көбейтілген. Мына y-тің орнына 2100-ді апарып қойған кезде одан 600 азайтылады да, ол 1500-ге көбейтіледі. 0,7-ні 1500-ге көбейтетін болсақ, онда бізде 1050 метр шығады. Яғни бізде осы жауап екі теңдеуді қанағаттандырып тұр. Сондықтан дұрысы осы болады. 9-шы. Берілген екі натурал санның біреуі екіншісінен 4-ке артық. Олардың көбейтіндісі 192-ке тең. Осы сандарды табыңыз. Бұл артта бізде екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесін құру арқылы шығаруға болады. Бірақ одан да тиімді жолы дұрыс жауапты тексере салғанда болады. Мысалы үшін А нұсқасына тоқталайық. Біреуі екіншісінен 4-ке артық болып тұр, бірақ екеуін көбейтсек, 192 шықпайды. Одан кейін екіншісіне тоқталайық. Екіншісінде де дәл сол. Екеуінің көбейтіндісі 140 болып қалады. Бұл да жарамайды. Асында сызып тастайық. Келесісі екеуінің айырмасы 4, бірақ екеуінің көбейтіндісі басқа сан шығады. Одан кейін Д-сына тоқталсақ,
16-ның 12-ге көбейтіндісі бізде 192-ні береді. Екеуінің біреуі бізде екіншіден 4-ке артық болып тұр. Сондықтан дұрысы осы болады. Ал е нұсқасына тоқталсақ, көбейтіндісі 192-ден артық болып кетеді. Сондықтан бұл жарамайды. Яғни д нұсқасын таңдаймыз. 10-шы. Әлшер ақшасына 150 теңге қосса, Ардақтың ақшасымен бірдей болады. Ал Ардақ ақшасын 2 еселесе, Әлшердің ақшасынан 3 есе артық болады. Ардақ пен Әлшердің ақшаларының қосындысын табыңыз. Енді біз Әлшердің ақшасын x деп алайық. Одан кейін Ардақтың ақшасын y деп алайық. Осы арқылы біз теңдеулер жүйесін құрайық. Әлшердің ақшасын жазамыз, оған 150 теңге қос дейді. Оған 150 теңге қосатын болсаң, Ардақтың ақшасына тең болады екен. Одан кейін Ардақтың ақшасын 2 еселесе дейді. Яғни 2-ні y-ге көбейтсек деген мағына береді. Онда ол тең болады дейді. Әлшердің ақшасынан 3 есе артық болады. Яғни Әлшердің ақшасын 3-ге көбейтетін болсақ, екеуі тең болады. Міне осы жүйені шешетін болсақ, біз мына есебіміздің жауабын табуға болады. Бұл жерде бізде мына y-дің мәні табылып тұр. Ол x қосылған 150-ге тең. Осыны алып кеп, біз мына y-дің орнына қоямыз. Яғни 2 көбейтілген x плюс 150 деп аламыз. Тең 3x. Жақшан ашсақ 2x қосылған 300 болады. Тең 3x. Бұдан 3x-ті өз орнында жазамыз. Мына 2x келесі жаққа минус 2x болып барады. Ол 300-ге тең екен. 3x-тен 2x таса x болады. X-тің мәні 300-ге тең. Яғни бұл бізде Әлшердің ақшасы. Әлшердің ақшасы сонда 300 теңге болды. Енді бізге Ардақтың ақшасын табу керек. Ол үшін оған 150-ді қосамыз. Сонда y-дің мәні 450 теңге болады. Бізде сұрап отқаны Ардақ пен Әлшердің ақшаларының қосындысы. Мына 300-ге 450-ді қосамыз, нәтижесі 750 теңге шығады. 11-ші. Екі санның қосындысы 16,3-2. Бірі екіншісінен 9 есе үлкен. Бұл қандай сандар екенін табыңыз. Бұл жерде біз жауап нұсқалары арқылы да қарастыруға болады, болмаса теңдеулер жүйесін құруға да болады. Бұл екі санды біз екеуін де білмейміз. Біреуін x деп алайық, екіншісін y деп алайық. Екеуін қосатын болсақ, нәтижесі 16,3-2-ге тең екен. Енді айтады, бірі екіншісінен 9 есе үлкен. Яғни бізде былай алайық. Біріншісін үлкен сан деп алайық, оны x деп алайық, ол бізде 9y-ге тең болсын. Енді мына x-тің орнына алып кеп, мына 9y-ді алып барып қоямыз. Сонда 9y қосылған y тең 16,3-2 шығады. Екеуін қосатын болсақ, 10y болады. Енді ары қарай y-дің мәнін табу үшін біз 16,3-2-ні 10-ға бөлуіміз керек. 16,3-2-ні біз бұрыс бөлшектеріне айналдырсақ, 3-тен екеуін көбейтеміз 48, 2-ге қосатын болсақ, оған онда 50 шығады. Бөлу болса 1-ден көбейту болып жерек, 10-нан 1 болып барады. Екеуі қысқарады, 5 болады. 5-ті 3-ге бөлетін болсақ, бізде 1,3-тен 2 шығады. Яғни біздегі екінші сан 1,3-тен 2-ге тең екен. 1,3-тен 2-ге тең болатын бізде мынау және мынау. Енді екеуінің қосындысы 16,3-тен 2 шығу керек екен. 15-ге 1,3-тен 2-ні қосатын болсақ, 16,3-тен 2 шығады. Сондықтан дұрысы осы В нұсқасы болады.